Ақтажы, Ақтау қаласындағы химия-биология бағытында Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші B сынып оқушысымын. Ұлы Отан соғысына қатысқан барлық жандар жастық шақтарын соғыс алдындағы ауыр күндер мен ашаршылықта өткізді. Солардың бірі менің үлкен атамның інісі Тумышев Қали. Тумышев Қали 1910 жылы туылып, 1942 жылы майданда қайтыс болады. Ол артынан ұрпақ қалдыра алмаса да, үлкен із хаттар қалдырды. Менің атам Тумышев Асқар өзінің ағасының хаттарын жинақтап сақтап жүрген. Амандық хат. Қадірлі ағамыз Сәйдімге, Қаракөзге, іні қарындас жеңгелерге Қалиден жалынды, сағынышты боевой привет. Хатты неден бастарымды білмей отырмын. Мен, Сәке, 23 маусым күні ашық хат ретінде Батумида жүріп хат салғанмын. Оны алған боларсың. Басқа айтатын бөтен хабарым жоқ. Менің тұрған орным белгісіз. Оны көрсетуге болмайды. Осы хатты алысымен менен хат алмай, хат жазушы болмаңыз. Ден сау болып жүрсе, өзім жазамын. Маған ешбір зат жіберем деп әуре болмай қойыңыз. Отечественная война началась. Кто кого, конечно, мы будем победителями. Это безусловно. Мен жөнінде ешбір зат ойламай қойыңыз. Қатсақ осы көппен бірде боламыз. Амал жетсе кісі үйде болса да өледі ғой. Амал жетпесе жақсылықпен көрерміз. Менің қасымда 4 қазақ бар. Тілебеков, Тілегенов, Құдайбергенов. Осылай атамыз хатын аяқтаған. Тумышев Қали, отан алдындағы борышын өтеймін деп, 1942 жылы Қырым жарты аралығындағы Феодосия қаласының маңайында қаза болды. Қали Тумышев көп нәрсені білгісі келген Маңғыстаудан қарапайым жігіті. Атамыздың барлық хаттар жеңіске дейін сеніммен қанықтырылған. Өйткені бұл отан үшін, оның елі үшін қажет. Оның сауаттылығын хаттарынан көруге болады. Ол орысша, қазақша өте жақсы білген. Атамның айтуы бойынша ол мектепте неміс тілінде меңгерген. Әрине, 40 жылғы жігіттер бір ғана сөзбен қаруланған. Ол патриотизм. Осындай Қали атамызда ер жүрек, батыл ата-бабаларымыз өте көп. Қайсар мінезді, ер жүрек, батыр ата-бабаларымызға үлкен алғысымды білдіремін. Енді соғыс болмай, тату бейбіт заманда өмір сүре берейік.